Баршаңызға сәлем. Бүгін 4-10 сабақтың есептерін орындаймыз. Алдыңғы ондық бөлшектер мен жай бөлшектерге арифметикалық амалдар қолдану тақырыбын жалғастырамыз. 964-965 есептер есептеңдер деген. Бұл жерде жай бөлшектермен берілген аралас сандар, оларды біз ондық бөлшекте өрнектеп, тиісті жерінде көбейту және бөлуді орындаймыз. 964-тің біріншісі 2,16-ны 2,7-ге бөлуіміз керек. Бірінші санымыз бөлінгіш ондық бөлшек түрінде, ал бөлгішіміз жай бөлшек түрінде өрнектелген. Сондықтан біз бұны ондық бөлшек түрінде өрнектеп жазып аламыз. Яғни 2,16 бөлу 2,7 деп ондық бөлшек түрінде жазып, оны бөлеміз. Кейінгісі 0,3 пенен 1,5-тен 4-ті көбейтіп, осы екеуінің шыққан мәнін қосуымыз керек. Енді 1,5-тен 4-ті ондық бөлшек түрінде өрнектейтін болсақ, 4-ті 5-ке бөлсек 0,8, оған 1-ді қоссақ 1,8 болады. 0,3-ті 1,8-ге көбейтеміз. Бұл жерде бірінші бөлу амалы орындалады. Үстіне жазып қоямын, 1, екінші көбейту, үшінші қосу амалы орындалады. Ендеше біз бөлдік, 2,16-ны 2,7-ге бөлсек 0,18-ге тең. Ал 0,3-ті 1,18-ге көбейтсек 0,154-ге тең. Енді екеуін қосамыз, қосатын болсақ 1,134-ге тең болады. Екіншісінде дәл солай орындаймыз. 1,4-тен 3-тің 25-ке бөліндісіне 0,4 пен 1,9-дың көбейтіндісін қосуымыз керек екен. 1,4-тен 3-ті біз 1,175 деп ондық бөлшек түрінде өрнектеп алдық. Оны 25-ке бөлсек 0,107 болады. Ал 0,4-ті 1,9-ға көбейтетін болсақ 0,176. Енді 0,176-ға 0,107-ні қоссақ 0,183-ке тең. Демек, бұл өрнектің мәні 0,183-ке тең. Үшінші, 6,125-ті 5-тен 1-ге көбейтіп, оған 5-тен 4 пен 0,164-тің бөліндісін қосуымыз керек. Бұл жерде де 5-тен 1-ді 0,12 деп ондық бөлшек түрінде өрнектеп, 6,125-ті 0,12-ге көбейтеміз. Бұл 1,250 болады. Мына 0-ді жазбасақ та болады, соңында болғандықтан, яғни бұны 1,125 деп жазып алсақ болады. Одан кейін 5-тен 4-ті біз 0,18 деп жазып алып, оны 0,164-ге бөлеміз. Енді 0,164-ге бөлетін болсақ, бұл жерде 0,18 еді, оның соңына біз үтірден кейінгі санның соңына қалағанша 0 тіркеп жазсақ болады. Бұл жерге бірінші 0-ді тіркедік, 80 болды. Ал 0,180-ді 0,164-ге бөлетін болсақ, бұл 1 бүтін болады. Енді 1 бүтіннен берсек 64 болады. 64, 80-ден 64 азайтсақ 16, оның артына мына жерде 16 64-тен кіші болғандықтан тағы бір 0 тіркейміз, мына жерге үтір қоямыз. Енді 2-ден береміз, бұл 128-ге тең, 160-тан 128 азайтсақ 32, 32-ге тағы 0-ден береміз, өйткені 64-тен кіші. Сонда үтірден кейінгі бөлшек бөлігі болғандықтан ол жерге қалағанша 0 берсек болады деп айттық. 5-тен береміз, бұл 320-ға тең, 320-дан 320-ны азайтсақ 0-ге тең. Енді екеуіні қосамыз. Екеуінің де мәні 1,125-ге тең болды. 1,125-ге 1,125-ті қоссақ 2,150, яғни 2,15 деп айтамыз. Төртіншісі 38-ден 15 пен 0,16-ның көбейтіндісінің 4-тен 1-ге бөлгенін азайтуымыз керек екен. Енді бірінші бұл жерде амалда көбейтуді орындаймыз. 15-ті 0,16-ға көбейтеміз, бұл 9 бүтін болады. Ал 9 бүтінді енді 4-тен 1-ге бөлеміз. 4-тен 1-ді ондық бөлшек түрінде 0,125 деп жазып алып, 9-ды 0,125-ге бөлеміз. Бұл 36-ға тең болады бөлгенде. Енді 38-ден 36-ны азайтамыз, бұл 2-ге тең. Демек, өрнектің мәні 2-ге тең. 5-ші өрнекте де көбейтулер орындалып, кейін көбейтіндінің мәнін қосамыз. Бұл өрнектің мәні 1-ге тең болды. 6-шысында дәл солай орындаймыз. Бұл өрнектің мәні 5,18-ге тең. Өз беттеріңізше орындап, тексеріп көрсеңіздер болады. Бірінші
Бірінші жақшаның ішін орындаймыз. Бұл бірінші жақшамыз 4,2-ден 1-ден 0,17-ні азайту керек екен. 4,2-ден 1-ді біз ондық бөлшектерінде 4,15 деп жазамыз. Ал екінші жақшамыз 1,185 пен 85-ке 20-дан 3-тің қосуымыз керек екен, қосындысы екен. 1,185-тің өзін жазып, 20-дан 3-ті біз 0,115 деп ондық бөлшектерінде өрнектейміз. Бірінші жақшаны орындаймыз. 4,15-тен 0,17-ні азайтсақ 3,18-ге тең. 1,185-тен 0,115-ге қосатын болсақ 2-ге тең болады. Енді 3,18-ді 2-ге көбейтсек 7,16-ға тең. Бұл жерде баған түрінде жазып есептеп отырмадым, өз беттеріңізше орындасаңыздар болады. Екінші өрнегімізді дәл солай орындаймыз. Бұл 7,136-ға тең. Үшінші өрнегіміздің мәні 6-ға тең. Төртінші өрнектің мәні 9-ға тең болады. Барлық орындалу жолын толық көрсетіп қойдым. 966-шы есеп. Теңдеуді шешіңдер. Бірінші теңдеуіміз x пен 2,15-тің айырмасын 4,5-тен 1-ге көбейтуіміз керек екен. Бұл 6,3-ке тең екен. Демек, мына жердегі 4,5-тен 1 жай бөлшекті ондық бөлшекпен өрнектейміз. Енді бізде мынадай теңдеу пайда болды. X пен 2,15-тің айырмасының 4,2-ге көбейтіндісі 6,3-ке тең. Енді бұл жерде жақшаны ашамызда мына көбейтуді теңдіктің екінші жағына қарама-қарсы амал таңбасымен, яғни бөлумен өткіземіз. X азайту 2,15 тең 6,3 бөлу 4,2 деп жазып, X азайту 2,15 тең 1,15-ке тең болады. Енді бұл жерден X табатын болсақ 1,15-ке 2,15-ті қосамыз, бұл 4-ке тең. Орнына қойып тексеріп көреміз. 4-тен 2,15-ті азайтсақ 1,15 болады. Ал 1,15-ті 4,2-ге көбейтетін болсақ, бұл 6,3-ке тең. 6,3-ке тең. Екіншісінде дәл солай жалғастырамыз. 3,15-ні X пен 2,4-тен 1-дің көбейтіндісіне қосындысына көбейтетін болсақ, бұл 14-ке тең екен. Демек, бұл жерде 2,4-тен 1-ді, яғни жай бөлшекті ондық бөлшекпен өрнектейміз. 2,125 деп. Бұл жерден X табатын болсақ, X-іміз 1,175-ке тең екен. Орнына қойып тексеріп көреміз. 14-ке тең болды. Үшінші теңдеуді дәл солай жалғастырамыз. 1,4-тен 3 пен X-тің қосындысын 1,9-ға бөлсек, 2,15-ке тең екен. Бұл жерде 1,4-тен 3-ті 1,125 деп ондық бөлшектерінде өрнектеп, X-ті табамыз. X-іміз 3-ке тең екен. Демек, бұл жерде орнына қойып есептеп көреміз. 1,4-тен 3-ке 3-ті қосатын болсақ, 4,4-тен 3 болады. 4,4-тен 3-ті 1,9-ға бөлетін болсақ, 2,15-ке тең. 2,15-ке тең. Кейінгі өрнегімізде дәл солай. Бұл жерде X-іміз 1,17-ге тең екен. Орнына қойып тексеріп көрсеңіздер болады. Өз беттеріңізше орындап тексеріңіздер. 967-ші есеп. Маусым айындағы күндердің 0,2-сі жауынды, 2-ден 1 ашық, қалған 9 күн бұлтты болды. Маусым айында неше күн бар? Берілген жазамыз. Жауынды күндер 0,2 екен, ашығы 2-ден 1 екен, бұлтты 9 күн екен. Демек, барлық күн қанша күн екен маусым айындағысын табуымыз керек. Енді маусым айындағы барлық күнді біз бір бүтін деп алатын болсақ, онда жауынды күн мен ашық күнді қосамыз. 0,2-ге 2-ден 1-ді қосып, осы 1-ден азайтамыз. 1-ден азайтатын болсақ, 2-ден 1-ді 0,15 деп алып, 0,2-ге 0,15-ті қоссақ, 0,17 болады. 1-ден 0,17-ні азайтсақ, 0,13. Демек, қалған 9 күн деген ғой, осы 0,13-ке тең. Ендеше 0,13 көбейту X тең 9 деймізді. X-ті табу үшін 9-ды 0,13-ке бөлеміз. X-іміз 30-ға тең болды. Бұл жерде X маусым айындағы күндер. Демек, жауабы маусым айында 30 күн бар. 968-ші есеп. Балықшылар 312,2-ден 1 килограмм балық аулады. Оның 0,71-і сазан, 0,171-і сазан, 0,113-і шортан, қалғаны әртүрлі балықтар. Балықшылар шортан мен сазаннан басқа неше килограмм әртүрлі балықтар аулады?
Берилгенин жазып алабыз. Барлыгы 312,2 килограмм экен. Оны ондук бөлчек түрүндө жазатын болсак, 312,5 килограмм. Сазан нече килограмм экени белгисиз, бирок осы барлык балыктын 0,71. Шортан 0,13. Калгандары ар түрлүү балыктар. Демек биз ар түрлүү балыктар нече килограмм экенин табуубуз керек. Шешүүнү орундайбыз. Биринчи сазандын канча экенин табуу үчүн биз 312,5ти 0,171ге көбөйтөбүз. Көбөйткенде 221,875 болду. Бул сазандын массасы, салмагы. Енді шортанды табуу үчүн осы 312,5ти 0,113ге көбөйтөбүз. Бул 40,625 килограмм болду. Енді калганы ар түрлүү балыктар эди. Оны табуу үчүн осы сазан менен шортанын салмагы массасын косуп 312,5тен азайтабыз. Бул 50 килограмм болду. Демек жообу балыкчылар 50 килограмм ар түрлүү балыктар аулады. 969 есеп. Өзенде агыспен жүзген катер 2,4 саатта 55,1 километр кашыктыкка барды. Агыс жылдамдыгы 2,5 километр саат. Катердин меншикти жылдамдыгын табыңдар. Берилгенин жазып алабыз. 2,4 саатта 55,1 километр жүрген агыспен. Демек Т тең 2,4 саат деп, С тең 55,2 километр деп ондук бөлчек түрүндө жазып коябыз. Ал агыстын жылдамдыгы, оны ВА деп жаздым, 2,5 километр саатка тең. Катердин меншикти жылдамдыгы нече километр саат экенин табуу үчүн биз биринчи агыспен ол катер кандай жылдамдыкпен жүрдү, сону табуубуз керек. Ол үчүн жылдамдыкты табуу формуласын жазып койдум. Ягни жүрүп өткөн жолду немесе кашыктыкты убакытка бөлүүбүз керек. 55,2-ни 2,4ке бөлсек 23 километр саат болот. Демек өзендин агысы менен жүзген катердин жылдамдыгы. Енді меншикти жылдамдыгын табуу үчүн өзендин агыспен жүрген жылдамдыгынан агыстын жылдамдыгын азайтабыз. 23тен 2,5ти азайтатын болсак 20,5 болот. Демек жообу катердин меншикти жылдамдыгы 20,5 километр саат. Биринчи өрнегimiz 6,4ке 73,5тин 2ке көбөйтүнүсүн косуубуз керек. Буган биз мындай эсеп курастырдык. Bir кута балалар шырыны 6,4 теңге. Bir кута сүт 73,5 теңге турады. Самат bir кута шырын жана 2 кута сүт сатып алды. Ол сатуучуга канча акча төлөдү? Демек эсептин шешүүнү табуу үчүн 2 кута сүт болсо, ол 73,5ти 2ке көбөйтүп 6,4ке косуубуз керек. Экинчи 143,8ден 26,15тин 3ке көбөйтүнүсүн азайтабыз. Осы өрнекке мындай эсеп курастырдык. Аулада 143,8 килограмм көмүр бар. Балалар биринчи күнү 26,15 килограммдан 3 ирет тасыды. Калганын экинчи күнү тасыды. Экинчи күнү нече килограмм көмүр тасыды? Үчүнчү 25,2нин 3ке көбөйтүнүсүнө 36,5тин 2ке көбөйтүнүсүн косуубуз керек экен. Осы өрнекке мына төмөндөгүдөй эсеп курастырдык. Дүкенде 25,2 килограммдан 3 жашык кызанак пен 36,5 килограммдан 2 жашык кыяр бар. Дүкенде барлыгы канча көгөнүс бар? 971 эсеп. Эки ауылдын арасы 32,4 километр. Bir ауылдан экинчи ауылга bir убакытта 13,2 километр саат жылдамдыкпен велосипедчи және одан 27 километр саат артык жылдамдыкпен мотоциклчи шыкты. Мотоциклчи велосипедчиге караганда экинчи ауылга канча убакыт бурун барады? Эсептин берилгенин жазып коябыз. Эки ауылдын ара кашыктыгын эспен белгилеп 32,4 километр дедик. Велосипедчинин жылдамдыгын ондук бөлчек түрүндө өрнектеп жаздык. 13,5 километр саат деп. Мотоциклчинин жылдамдыгы одан 27 километр саат артык, бирок белгисиз, өзүбүз эсептеп табабыз. Және велосипедчи канча убакыт жүрген, мотоциклчи канча убакыт жүргенин табып, және олардын мотоциклчи велосипедчиге караганда экинчи ауылга канча убакыт алдын барганын табуубуз керек. Эсептин шешүүнү орундайбыз. Биринчи
велосипедчінің қанша жол жүргенін табу үшін біз жүрілген жолды жылдамдыққа бөлеміз. Яғни 32,4-ті 13,5-ке бөлсек 2,4 сағат болады. Демек, велосипедші осынша уақыт жол жүрген. Енді мотоциклшіні табатын болсақ, ол 27 километр сағат артық жол жүрген дедік қой, жылдамдығы. Оның жылдамдығын табу үшін 13,5-ке 27-ні қосамыз, бұл 40,5 километр сағат болады. Енді оның қанша жол жүргенін табу үшін 32,4-ті 40,5-ке бөлеміз. Бұл 0,8 сағат болады. Енді мотоцикл велосипедшіге қарағанда қанша уақыт алдын баратын табу үшін осы 2,4-тен 0,8 азайтамыз, 1,6 сағат болады. Демек, жауабы мотоциклші велосипедшіге қарағанда екінші ауылға 1,6 сағат бұрын барады. 972 есеп. Бензин құйылған цистернадан ондағы бензиннің 0,3-і құйып алынды. Сонан соң қалған бензиннің 5-тен 3-і құйып алынды. Цистернада 5,188 тонна бензин қалды. Цистернада алғашқыда неше тонна бензин болған? А нұсқа 21 тонна, В нұсқа 24 тонна, С нұсқа 25 тонна, Д нұсқа 14 тонна. Есептің шешуін орындаймыз. Бұл жерде барлық бензинді 1 деп аламыз. Оның 0,3-і құйылған болса, қалғанын табу үшін 1-ден 0,3-ті азайтамыз. Бұл 0,7 болады. Енді осы қалғанының тағы 5-тен 3-і құйып алынды деген. Енді екінші рет қанша құйып алынғанын табу үшін осы 0,7-ні 5-тен 3-ке көбейтеміз. 5-тен 3-ті ондық бөлшектеріне 0,6 десек, 0,7-ні 0,6-ға көбейтсек, 0,142 болады. Бұл екінші рет құйып алғаны. Енді цистернада қанша бензин қалғанын табу үшін осы 1-ден, яғни барлығы 1 деп есептейміз, 1 деп 0,3 пенен 0,142-ні қосамыз. Бұл алынған бензиндер болады. Бұл 0,172 болады. Енді 1-ден 0,172-ні азайтсақ 0,128. Осыншасы қалған бензиннің енді цистернада қалған бензин 5,188 еді. Осыны 0,128-ге бөлсек, оның массасы келіп шығады. 21 шықты. Демек, жауабы цистернада алғашқыда 21 тонна бензин болған. Бұл А нұсқадағы жауап дұрыс екен. 973 есеп. Баласына анасы 2 күнге жеуге бірнеше алма қалдырды. Бала бірінші күні шешесі қалдырған алмалардың жартысын және жарты алма жеді. Екінші күні қалған алмалардың жартысын және жарты алма жеді. Сонда бір алма қалды. Анасы баласына неше алма қалдырды? Баласы бірінші күні неше алма жеді? Есептің шешуін орындаймыз. Бірінші күні шешесі қалдырған алмалардың жартысын және жарты алма жеді дейді. Ендеше барлық қалдырып кеткен алманы X пен белгілесек, ол сол барлық алманың жартысын жеген ғой. Сондықтан оны 0,15 көбейту X дейміз. Яғни жартысын X-қа көбейтсек, қанша алма жеген шығады. Және одан басқа жарты алма жеген. Бұл бірінші күні. Енді сонда қалғаны жартысынан және жарты алма жеген қалған. Енді сонда екінші күні қалынша алма жегенін табу үшін екінші күні қалған алмалардың дейді міне. Мынау қалған алма болса, жартысын және жарты алма жеген. Сонда бір алма қалған. Ендеше оны жазып қоямыз. Міне қалған алмалардың жартысын және жарты алма жеген. Оны жазып қысқартып жазып қойдық. Бұл 0,125, X қосу 0,125 болды. Ықшам түрде жаздық. Бұл екінші күні жеген алмалар. Егер енді бірінші күні қалған алмасы 0,15, X азайту 0,15 еді. Осыдан мына екінші күні жеген алмаларды азайтатын болсақ, бір алма қалады. Бұл жерде бос мүшелерді бір жаққа өткізіп есептейміз. 0,15-тен 0,125 азайтсақ, 0,125 X болады.
Ал 0,15-ке 0,25-ті қосатын болсақ, 0,175. Демек, азайту деп жазып, тең деп 1 дейміз. Енді мына жерде 0,125 x тең деймізді, 1-ге 0,175-ті қосамыз, бұл 1,175 болады. Енді x-ті табатын болсақ, x-ті табу үшін 1,175-ті 0,125-ке бөлеміз, бұл x-іміз 7-ге тең болады. Ал бірінші күні жеген алмасын табатын болсақ, бұл жерде 0,15-ке мына жерге x-тің орнына 7-ні қоямыз. 7-ні қоятын болсақ, 0,15-ті 7-ге көбейтеміз, бұл 3,15 болады, оған 0,15-ті қоссақ 4 болады. Демек, бірінші күні 4 алма жеген. Демек, жауабы анасы баласына 7 алма қалдырды. Және екінші сұрақ, бала бірінші күні 4 алма жеді. 974-ші есеп. Сақиналар 8 пакетке салынған. Оның бір пакетіндегі сақиналардың әрқайсысының массасы 21 грамм. Ал қалған пакеттердегі сақиналардың әрқайсысының массасы 20 грамм. Көрсеткіші бар таразымен бір рет өлшеп, әрқайсысының массасы 21 грамм сақинаның қай пакетке салынғанын қалай табуға болады? Демек, бірінші әр пакеттен алынған сақиналардың санын көре отырып, әр пакеттен сақиналарды алу керек. Бірінші пакеттен 1 сақина, екінші пакеттен 2 сақина, тағы сол сияқты ең соңында 8-ші пакеттен 8 сақина аламыз. Демек, барлығы 36 сақина алынды міне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-ге шейін қосып шықтық, бұл 36 болды. Енді осы 36 сақинаны өлшейміз. Таразыдан бір рет өлшеп көреміз. Егер барлық сақиналар 20 грамм болса, онда олардың жалпы массасы 720 грамм болар еді. Егер нақты массасын өлшегеннен кейін таразыда бір рет тартамыз ғой. Содан кейін 721 грамм болса, онда 21 граммдық сақина бірінші пакетте болады. Өйткені бірінші пакеттен бір ғана сақина алдық біз. Сондықтан ол 721 грамм болуы мүмкін. Ал 722 грамм болса, онда екінші пакеттен екінші пакет болған болады. Өйткені ол жерден біз екінші пакеттен 2 сақина алдық. Демек, 21 граммдық сақинаның қай пакетте салынғанын осылайша тапсақ болады екен. Егер мына жерде 728 болса, онда ол 8-ші пакетте болған болады. 975-ші есеп. Ұзындығы 10,7 см, ені 6,2-1 см тік төртбұрыш сымнан иіліп дайындалды. Егер осы сымнан иіп квадрат дайындасақ, оның қабырғасының ұзындығы неше сантиметр болады? Ұзындығын жазып аламыз, ұзындығын А мен белгілейміз, енін Б мен белгілейміз, оны ондық бөлшек түрінде өрнектеп, 6,2-ден 1-ді 6,15 см деп жазып аламыз. Демек, бұда осыдан тік төртбұрыш жасалған осындай сымнан. Енді осыдан дейді, егер осы сымнан иіп квадрат жасайтын болсақ, квадраттың қабырғасының ұзындығын табуымыз керек. Ол үшін біз әуелі тік төртбұрыштың периметрін тауып аламыз. Периметрді табу формуласын жазып қойдым. Демек, А мен Б-ның орнына берілген мәндерін қоямыз. 10,7-ге 6,15-ті қосып, 2-ге көбейтсек, 34,4 сантиметр болады. Демек, осы сымнан периметрі осыған тең болған тік төртбұрыш жасалған иіп. Енді квадраттың да периметрі осыған тең болады. Бірақ оның қабырғасының ұзындығын табу үшін квадраттың барлық қабырғалары бір-біріне тең ғой. Сондықтан 34,4-ті 4-ке бөлеміз. Бұл 8,16 сантиметр болады. Демек, жауабы квадраттың қабырғасының ұзындығы 8,16 сантиметр. Осымен бүгінгі сабақтың барлық есептері орындалды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.